Сәлеметсіздер ме? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бақшада. Сабақтың мақсаты шығарманың бастапқы бөліміне сүйене отырып, оқиғаның соңын болжау. Кейіпкерлердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Балалар, бақшада қандай жемістер мен көкөністер өседі? Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни қауын, қарбыз, асқабақ, қияр секілді бақша дақылдары өседі. Бүгінгі біздің сабағымыз қияр дақылына байланысты Есентай Ерботиннің даңғой мысалы. Есентай Ерботин Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1950 жылы республикалық Балдырған журналына балаларға арналған сқақ өлеңдері жарияланды. Өрнек, Серік пен Берік, Менің досым, Далаға саяхат кітаптары да бар. Ендеше балалар, бейне жазбаға назар аударайық. Даңғой, мысал, мысалды түсініп оқы. Ендеше мұқият зер салып тыңдаймыз. Көрінбей көзге бір қияр, қалтарыста қалыпты. Көңілінде зор қиял маңайға жар салыпты. Қарамай суық жауынға, қар түскенше мен болам. Қарбыз бенен қауынға қайтсемдағы теңесем. Үстемелеп салмағым, алып болам, нән болам. Топырақтың бар нәрін тататын тек мен болам. Деді байғұс күрсініп, даңғойланды, мақтанды. Жел өкпелік қырсығы барлық сырын ақтарды. Бірақ болмай дегені, жетті уақыт мөлшері. Тамырының қорегі таусылды да ол семді. Жарамады жеуге де, адам қолға алмады. Жарамады жемге де, мал маңына бармады. Жарамаса кәдеге, құр жатқаннан не пайда? Өндірмесе дәнеме, мақтанғаннан не пайда? Есентай Ерботин. Бейне жазбадан көріп отырғандарыңдай, даңғой мысалында қияр кейіпкерін адам өмірімен байланыстыра отырып сендерге сипаттап айтып берген. Ендеше осыған байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Дұрыс-бұрыс әдісі арқылы берілген тұжырымдамалардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңдар. Мысал, қияр туралы. Дұрыс. Даңғой өлеңі мысал өлеңге жатады. Дұрыс. Қияр өзіне қатты сеніп, мақтанды. Дұрыс. Қияр қарбыз бен қауынға теңесіп алып болам деді. Дұрыс. Қияр топырақтың бар нәрін алып, жеуге жарамды болды. Бұрыс. Қияр мақсатына жетті. Бұрыс. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Қиярдың бойындағы қасиеттерді адам бойындағы қасиеттермен байланыстырып, гүл күлтелеріне орналастыр. Қияр мақтаншақ, тәкаппар, өзімшіл, даңғой және қанағатсыз екен балалар. Осы қиярдың бойындағы мақтаншақ қасиетін Абай атамыз 5 дұшпанға теңеген. 5 дұшпанға балалар өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және бекер мал шашпақ жатады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Қиярдың бойында Абай Құнанбаев айтқан 5 асыл қасиет болса, мысалды қалай аяқтар едің? Өз ойыңды жаз. Абай атамыз 5 асыл қасиетке талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым қасиеттерін жатқызған. Оқушылар, бүгінгі сабақта нені білдіңдер, нені түсініңдер және басқаларға қаншалықты үйрете алатындарыңды қорытынды шеңберге орналастырыңдар. Осымен бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.